Достар, қосылайық жобасы әрине жалғасын табуда. Сонымен қосылайық жобасындағы драмаларда жалғасын табады. Әрине қатысушылар, қарым-қатынасы қатысушылардың Ақерке және Нұржан. Жоба басталғалы, бұл екеуінің отырғанына екінші сезон биыл. Екінші сезон келіп отырды, 3-ші жылға кетеді. Екеуінің қарым-қатынасы барлығымызды да шаршатқаны белгілі. Оны өздеріңіз де көрген боларсыздар. Күні кеше ғана екеуі ортаға шықты. Екеуі емес, Ақерке өзіне не керегін білмейді. Бүгін Ақеркеге деген біраз кішкене біздің көрермендердің де реніші және көп адамдардың көңілі толмайтын сияқты. Ақерке есімді қатысушы қызға неге дейсіздер ғой? Қазір мен көрермендердің жазылған комментарияларын өзімнің сөзімен жеткіземін сіздерге. Нұржан Ақеркені жақсы көреді. Оған көзіміз жетті. Және де қарым-қатынасы жақсы Ақеркеге деген, үйленгісі келетіні көрініп тұр. Қыз жігіттің миын шеп, болмайтын нәрсеге ренжіп, қайдағы жоқ нәрселерді шығарып, мынау жігіттің миын жеп бітті деген секілді комментариялар жазылып жатыр. Әрине мен оларға келісемін. Ол сөздермен келісемін. Жақсы жұп болып, әдемі әңгімелерін айтып, ортада отырып кетсе болады ғой? Болмайды. Әрине өзінің ішіндегі белгісіз бір болмайтын мәселелерді айту керек. Ол маған үйтпейді, ол маған бүйтпейді. Сөйлегенде де бір, енді кешіріңіз, қалай айтса екен, өте ауыр айтуы мүмкін, бірақ айтып жатыр көбісі мияулап, жігіттің, көрермендердің әбден ығырын шығарды деген сияқты айтып жатыр. Онымен де әрине келісемін. Мен түсінбедім, Ақеркеге бұл қарым-қатынаста не жетпей тұр? Не жетпейді? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер не ойлайсыздар? Не жетпей тұр Ақеркеге Нұржан екеуінің қарым-қатынасында? Мүмкін біз көзбен көрмей жүрген сыртта белгілі бір Нұржанның мінезі бар шығар. Мүмкін Нұржан оны сыртта қалай айтса екен, басқаша қарым-қатынас жасайтын шығар. Одан артық менде ешқандай түсіндіру болмай тұр. Оның Ақеркенің осындай бір сәрекетіне Ақерке ешқашан көңілі толмай отырады. Ешқашан көңілі толмайды, ренжіп қала береді. Бұл жерде біз балалардың қарым-қатынасы емес қой. Мысалға, жасөспірімдік қарым-қатынас емес, кәдімгі бұлардың жастары 25-27 дейді. 27 жас, иә? Бұл уже жасөспірімдік жастан кеткен, ақыл тоқтатқан болып есептеледі. Және де бұның алдында ол ажырасса, енді болашақтағы жігітіне жақсы қарау керек, болашақ жарына, қалай айтса екен, жігіт жақсы көретіні көрініп тұр, білініп тұр, барлығын істейді, көрсетеді. Көбісі де бұлай айтып жатыр. Ақеркенің ажырасып кету себебі де осындай бір мінезінен бе деген секілді өздерінің бір болжамдарын айтып отыр. Екеуінің реніші бітпейді. Біресе би, біресе бие, біресе түйе дейтін бет, нағыл дейтін еді. Біресе көл, біресе шөл екен ғой. Қателесіп кеттім. Біресе көл, біресе шөл. Болашақта отбасы болатын болса, бұл отбасында әрине осындай нәрселер бола береді. Ол дұрыс емес. Болашақ болатын отбасыға осындай, қалай айтса екен, эмоциональный качели деп айтады ғой. Эмоция түрінде осындай біресе жақсы, біресе жаман, біресе екеуі тату, біресе ұрыс. Болашақ балалар болатын болса, баланың психикасына дұрыс әсер етпейді. Отбасында балалардың әке-шешесінің біресе ұрысып, біресе керісіп, біресе татуласқан көру әрине кез келген балаға ұнамауы тиіс. Солай ойлау керек қой, солай. Бұлай обширны, бұлай көп, қалай айтса екен,
болашаққа қарай ойлау керек. Қазіргі ғана сәтте емес, болашақта мысалға біз осындай қарым-қатынас жалғастырсақ, егер біз мінезімізді өзгертпесек, немесе екеуміз белгілі бір шешім таппасақ, бір-бірімізге кішкене бір-біріміздің жағдайымызға кіріп, бір-бірімізді түсініп, іштей болсын, сырттай болсын, белгілі бір келісімге келмесек, болашақта осы мінезімізбен біз отбасы бола аламыз ба? Болашақта ажырасып кетулерді мүмкін ғой. Ешкімде 100% қазір айта алмайды, болашақта ажырасып кетеді или ажыраспай кетеді деген секілді. Ажырасып кетпеу үшін де екі жақтан қарым-қатынасынан үлкен жұмыс жасау керек. Ажырасып кетпеу, отбасын жақсы сақтап қалу, ол екі жақтық жұмыс. Ер жігіт жақтан да, әйел адам жағынан да. Сондықтан кешегі Ақеркенің істеп жатқан қарым-қатынас әрекеті кішкентай қыз баланың белгілі бір қырсықтығы секілді. Егер ол отбасын қаласа, егер отбасы болғысы келсе, болашақта тұрмысқа шыққысы келсе, осындай бір балалық іс әрекеттерін қою керек. Жігіт бір кешіреді, екі кешіреді, бір барат алдына, екі барат алдына. Оның да ертең бір күні осылай барып қолын бірақ сілтесе, күлкісін тия алмай қалады деген секілді ғой. Солай, осындай бір үлкен ойлар келіп жатыр. Осындай бір екеуінің қарым-қатынасы өте адамды шаршатып жібереді. Екеуі отырып, ортаға шыққаннан бастап басымыз ауыра бастайды. Шынымды айтайын, менің басым ауыра бастайды аны сөйлегеннен. Бітпейтін Нұржанға деген претензияларды, бітпейтін белгілі бір өзінің анау. Нұржан түгіл мына жақтаға менің шашым ағарып отыр, ол сөйлеген кездері. Менің шашым ағарып, ана қызға әйтең нервім көтеріліп, давлением көтеріліп отыр. Ана бейшара Нұржан байғұс қалай шыдап отыр екен деймін де. Сонымен, сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңізді әрине комментарийға күтемін. Бұл Ақерке мен Нұржан болашақта бірге бола ма? Ақерке мен Нұржан егер үйленсе жақсы отбасы бола ала ма? Нұржанға Ақерке сай ма? Әлде Нұржанға өзі секілді жақсы қалай айтсақ, салмақты қыз керек пе? Әлде мүмкін Нұржан Ақеркені жақсы көрсе, Ақерке мүмкін мінезін өзгерте ме деген сұрақтар ғой деген секілді. Әрине, жауаптарыңызды комментарийда күтемін.